Журналисттер, рейтингте, фестивальдер, металлды, археологқа. Осы секілді қателерді әсіресе желідегі жазбалардан көп байқаймыз. Шет тілдерден енген сөздерге қосымшаны қалай жалғаған жөн деп сізде бас қатырған боларсыз. Негізінен қазақ тілінде жұрнақ жалғаулар сөздің соңғы буынына қарай үндестік заңына бағынып жалғанады. Бірақ кірме сөздерге келгенде айрықша жағдайлар жиі кездеседі. Сондықтан өзге тілден енген лексемаларға қосымша жалғаудың арнайы ережелерін біле жүріңіз. Мәселен, к, г дыбыстарына аяқталатын кірме сөздерге қосымшалар буын үндестігіне сай жалғанғанымен, педагог, диалог секілді о, г дыбысына аяқталатын сөздердің қосымшалары әрдайым жіңішке болады. Сол секілді соңғы буынында и, ю, йо, дыбыстары бар сөздерге тек жіңішке, ал у дыбысы бар сөздерге жуан қосымша жалғаймыз. Факттар ма әлде фактілер ме, лифтке ме әлде лифтіге ме? Осындай қос дауыссызға аяқталатын кірме сөздерді де әрқилы жазып жүрміз. Дұрысы мына дыбыстар тізбегіне аяқталатын сөздерге қосымша дәнекер дыбыстар арқылы жалғанады. Айта кету керек, осы тізбектегі мына дыбыстарға аяқталатын сөздер буын үндестігіне бағынбайды, яғни олардың жұрнақ жалғауы әрқашан жіңішке болады. Демек, танкылар емес, танкілер, антрактқа емес, антрактіге дейміз. Жіңішкелік белгісіне аяқталатын көп буынды сөздердің де өзіндік емлесі бар. Олар негізінен үндестік заңына сай түрленеді. Тек тәуелдік жалғауын жалғаған кезде сөз соңындағы жіңішкелік белгісін алып тастап, жіңішке қосымша жалғаймыз. Сонымен қатар, қосарлы дауыссыздар мен ст, зд дыбыстарына біткен жалпы есімдерге қосымша жалғағанда соңғы дауыссыз дыбысы түсіп қалады. Ал жалқы есімдерге бұл ереже жүрмейді. Тек қосымшаның бастапқы дауыссыз дыбысы түбірдегі қос дыбыспен бірдей болғанда ғана үш бірдей әріптің екеуі жазылады. П дыбысына аяқталатын қазақ тіліне сіңіп кеткен кірме сөздер мен төл сөздерімізге дауыссыздан басталатын қосымша жалғанғанда соңғы әрпінің ұяңданатыны белгілі. Бірақ шет тілдік сөздер бұл ережеге бағынбайды. Сәйкесінше принципі емес, принципі, телескопы емес, телескопы деп жазған дұрыс. Біз кірме сөздерге қатысты ең жиі кездесетін қателерді ескеріп, бірнеше мысал келтірдік. Егер осы ережелерді есте сақтап, керек кезінде қолдана білсек, сауатты сөйлеп жазуға бір қадам жақындай түсеріміз даусыз.